Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздермен бүгін мен Индира Жакбаровна 5-ші сыныпқа арналған ақпарат беру тақырыбын ұсынғым келіп отыр. Алдымен өткен сабақты есімізге түсіріп алайық. Қазір берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Алғашқы сұрағымыз: ақпарат дегеніміз не? Біз ақпаратты қалай қабылдаймыз? Ақпараттық үдеріс дегеніміз не? Ақпарат ұғымы қандай салаларда кездеседі? Жарайсыңдар оқушылар. Ал бүгін біздер ақпарат бізге қалай берілетінмен танысатын боламыз. Сабағымыздың тақырыбы ақпарат беру. Сабақ мақсаты: оқушылар байланыс арналарының, ақпарат көздері мен қабылдағыштарының не екенін түсініп, оларға өмірден мысал келтіре алады. Ақпарат арналары ақпарат тасымалдау арқылы жүзеге асады. Ақпарат арналары екіге бөлінеді. Бірінші — биологиялық арна. Оған біздің сезім мүшелері көз, құлақ, мұрын, тіл, тері жатады. Екінші түрі техникалық. Оған біздің компьютеріміз, теледидарымыз, ноутбуктарымыз жатады. Ақпаратты қабылдау тәсілдері. Ақпарат қабылдау тәсілдері 5-ке бөлінеді. Бірінші — есту арқылы, екінші — көру арқылы, үшінші — иіс сезу арқылы, төртінші — дәм тату арқылы, және бесінші — сипап сезу арқылы. Ақпарат берілу тәсілі бойынша 5 түрге бөлінеді. Бірінші түрі — мәтіндік ақпарат, екінші түрі — графикалық ақпарат, үшінші — сандық ақпарат, төртінші — дыбыстық ақпарат, және бесінші — видео ақпарат. Ақпараттың 6 қасиеті бар. Бірінші қасиеті — ол қолжетімділік, екінші қасиеті — өзектілік, үшінші қасиеті — толықтық, төртінші қасиеті — объективтілік, бесінші қасиеті — анықтық, және алтыншы қасиеті — құндылық. Ал енді балалар, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма. Бұл тапсырмада ақпараттың берілу тәсілін анықтаймыз. Берілген суреттер мен мәтіндер арасындағы сәйкестікті табамыз. Жақсы оқушылар, енді дұрыс жауапты тексеріп көрейік. Екінші тапсырма. Мұнда оқушылар ақпарат көзі мен ақпарат қабылдаушыны ажыратасыздар. Ақпарат көзі мен байланыс арнасын анықтайсыздар, қабылдаушы мен беруші жақты ажыратасыздар. Оқушылар, келесі орындайтын тапсырмамыз жағдаяттық тапсырма. Адина әжесіне бейне қоңырау арқылы басқа қалауға қоңырау шалуға тырысады. Компьютер экранындағы сурет қатып, квадраттарға бөлініп, дыбыс үзіліп, жоғалады. Ендеше мына сұрақтарға жауап беріп көр. Ақпарат көзі кім? Қандай байланыс арнасы қолданылады? Ақпарат қабылдаушы кім? Адинаның әжесімен сөйлесу өте маңызды екенін елестетіп көр. Ол бейне қоңыраудың орнына қандай екі байланыс әдісін қолдана алады? Ал енді балалар, жауабын тексеріп көрейік. Бұл жерде ақпарат көзі Адина. Қандай байланыс арнасы қолданылды? Бұл жерде интернет байланысы қолданылды. Ақпарат қабылдаушы кім? Адинаның әжесі. Адинаның әжесімен сөйлесу өте маңызды екенін біле тұра, ол бейне қоңыраудың орнына мынандай екі байланыс әдісін қолдана алады. Біріншісі, әжесіне телефон арқылы қоңырау шалады, мессенджерге немесе SMS хабарлама жібереді. Жарайсыңдар балалар, тапсырма дұрыс орындалды. ChatGPT-ді пайдаланып, төмендегі сұранысты енгіз. Бүгін қалада 7 градус жылы, жаңбыр жауды, желдің жылдамдығы 10 метр секунды. Жасанды интеллектіден осы мәтінді түрлендіруді сұра.
кесте түрінде, яғни сандық ақпаратпен беру керек, сурет түрінде, графикалық ақпаратпен, қысқа мәтін, яғни мәтіндік ақпаратпен берілу керек. Нәтижені салыстыр, ақпараттың қай түрі сен үшін ең түсінікті болды? Ендеше балалар, соңғы бекіту тапсырмасын орындайық. Сіздер экранда көрсетілген QR кодты сканерлеп, тапсырмаларды орындаңыздар. Бұл тапсырмада сіздер ақпарат түрлерін ажыратасыздар. Бұл тапсырмада берілген сөздерді ақпараттың қай түріне жататынын ажырататын боламыз. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс. Үйге тапсырма жазып алайық. Сен күнделікті өмірде ақпараттарды қалай қабылдайсың? Ақпарат беруші кімдер және нелер? Өзің зерттеу жасап, осы кестені толтыр. Оқушылар, бүгінгі сабақ барысында біздер ақпарат арналарымен таныстық, ақпараттың берілу тәсілдері түрлерімен таныстық, ақпаратты қабылдау тәсілдері түрлерімен таныстық, ақпаратты көзі, қабылдаушы, беруші деген ұғымдармен таныстық, ақпараттың қасиеттерімен таныстық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.